Сүйінші хабар, жерлесіміз Дәурен Елеусінов азербайжандық қарсыласын техникалық нокаутпен ұтты. Сәлем, бұл Алға Go арнасы, каналға жазылып лайк бассан бастайық. 18 желтоқсан күні Елордада өткен кәсіпқой бокс кешінде Дәурен Елеусіновтың жекпе-жегі мерзімнен бұрын аяқталды. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орайластырған бокс кешінде жерлесіміз Дәурен Елеусінов Азербайжан боксшысы Али Мамедовпен жұдырықтасты. Кездесудің басынан Қазақстан боксшысының айқын басымдылығы сезіліп тұрды. 10 раундқа жоспарланған кездесудің 3-ші раунда азербайжандық боксшы басы мен бауырынан ауыр соққылар алып, алаңдағы төрешінің шешімі бойынша айқас мерзімнен бұрын аяқталды. Сіздерге рахмет. Бірге ғой жеңіс, бірге құттықтаймыз ғой. Бірге тойлайық. Жеңіс құтты болсын қазақ елі. Сіздермен болған Алға Go арнасы, жеңісті жаңалықтарда кездескенше.